Қайырлы күн баршаңызға. Менің арнама қош келдіңіз. Арнаға жазылып лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Көп рахмет. Хадишаның түсі. Сол заманда Меккеде ақылына көркі сай, көп сөйлеп созбайтын, әдептен озбайтын Хадиша есімді жесір әйел болды. Байлығына мастанған Меккенің талай сардары оны тоқалдыққа алғысы келетін. Парасатты Хадиша дүниеқоңыз еркек көрсе жиырылып қалатын. Олардың сұқтана қарайтын, ашқарақ көздерінен барынша қашық жүретін. Бір күні ол түс көреді, түсінде ғажап іс көреді. Аспандағы ай келіп, құшағына кірді де, тұла бойын нұрға бөлеп, екі жеңінен сәуле шашып шығып кетті. Сол сәтте бүтін әлем нұрға шомылды. Хадиша түсін жақсы ырымға балады. Оның Уарақа деген немере ағасы бар еді. Ол Құдайды бір деп білетін христиан еді. Тәурат пен Інжілді жатқа соғатын. Хадиша түсін жорытты. Уарақа: «Әй Хадиша, мен қателеспесем, сен ақырдың пайғамбарына адал жар боласың. Жаңа діннің таралуы сағанда байланысты болады. Ол дін қияметке дейін күллі адамзатқа шырақ жағады» деді. Хадиша болашақ күйеуін көрмесе де оған ғашық болды. Енді сөз салып келушілердің бетін бірден қайтаратын болды. Хадиша да ірі қалаларға керуен жүргізіп сауда жасайтын. Бір жылы Шамға баратын бір керуен әзірледі. Оған жолбасшы болатын адал адам іздеді. Мұны естіп Мұхамбеттің Атика есімді әпкесі Хадишаға келеді. «Менің бір інім бар. Ел жұрт оны онсыз да Әл-Әмин деп атап кеткен. Қаласаң керуенді соған сеніп тапсыр» деді. Хадиша: «Ініңді маған ертіп кел. Қылығы ұнаса шарт жасасам» деді. Ертесіне әпкесі інісін ертіп Хадишаға әкеледі. Мұхамбет есіктен кіріп келгенде Хадиша орнынан қалай тұрған білмей қалды. Еріксіз иіліп оған тағзым етті. Жүрегі толқып, қол аяғы дірілдеп, өзін әзер билеп тұрды. Қызметшілері оның оғаш қылығын көріп таң қалды. Мұхамбет сөйлегенде Хадишаның тілі күрмеліп, ойы шашырай берді. Ол не айтса да басын изеп келсе берді. Шарт бойынша Мұхамбет керуенбасы болып бекітілді. Мұхамбет шығып кеткен соң ол әпкесіне бұрылып: «Еңбегіне қанша сұрайсың?» деді. Атика: «Мұхамбет әлі бойдақ. Қалыңдыққа қаражат керек. Сауда сәтті болса, бір қыздың қалың малын өтейтін мал бер» деді. Хадиша: «Керуенім аман келсе, Мұхамбетке қалаған қалыңдығын өзім алып берейін. Қалың малын мен төлейін» деді. Атика көңілденіп үйіне қайтты. Хадиша өзінің Майсара есімді қызметшісін оңаша шақырып алды да: «Ертең керуенмен бірге сен де сапарға аттанасың. Қасынан бір елі қалма. Қызметіне әзір тұр. Қандай да бір ерекше құбылыс байқасаң, маған бәрін баянда. Айтқанымды адал орындасаң, сені де үйлендіріп, бөлек отау етіп шығарамын» деді. Ертесіне Шамға қарай керуен жол тартты. Майсараның екі көзі Мұхамбетте болды. Жаздың шыжыған аптабы керуенді қатты қинады. Түйелер шөлдеп, адамдар ыстыққа шыдай алмай қаталай бастады. Сол кезде ғайыптан бір ақ бұлт пайда болып, керуенге көлеңке бола қалды. Олар ми қайнаған ыстықтан құтылды. Жолай бір керуен сарайға аялдады. Мұхамбет бір ағаштың саясына тізе бүгіп еді. Ағаштың бұтақтары жайқалып, бейне бір шаттанып тұрғандай көрінді. Жемістері де уылжып пісе бастады. Керуендегілер мұны Мұхамбеттің мұғжизасы деп ойламады. Олар оны жай ғана құдірет деп таң қалды. Майсара ғана мұны Мұхамбетке берілген айрықша қасиет деп ойлап келе жатты. Шамға жеткен соң сауда сәтті басталды. Бұлардың апарған бұйымдарын Шамның бай-бағландары таласа тармаса сатып алды. Бірнеше күннен кейін керуен Меккеге қайта шықты. Орта жолда Хадишаның бір түйесі аяғы ақсап, көш соңында қала берді. Серіктері білетін ем-домының бәрін жасап бақты. Олардан қайран болмады. Ең соңында Мұхамбет нардың аяғын адамша аялап сипады. Қажаған жарасын таңды. Сол сәтте жел жортып қатарға қайта қосылды. Орта жолда мол пайдамен келе жатқан ауқатты керуенді қарақшылар тосып жатты. Сауда керуені ұрыларды алыстан жазбай таныды. Денелерін үрей билеп, бәрі қорқыныштан қылшылдап кетті. Кенет құмды дауыл басталды. Мұхамбет керуенді тоқтатпай айдай берді. Қарақшылар табан астында адасып бір сайдың ішінде өз-өздеріне қылыш сермесіп, найзаласып қырылды да қалды.
Ал керуен аман есен Меккенің жолына түсті. Қалаға бір күндік жол қалғанда олар Сахарада жайнап тұрған жасыл жазираға жетіп, малдарын шөгерді. Майсара Хадишаға сауданың сәттілігін, керуеннің амандығын білдіріп, қуантпақ үшін Мұхамбетті Меккеге алдын ала жөнелтті. Жолда өзі көрген кереметтің бәрін хатқа жазып, Мұхамбеттің дорбасына салды. Оған керуенді бастап келе жатқан ең жүйрік нарды мінгізді. Сол кезде осы сапар Мұхамбетке серік болған Әбу Жахыл Майсараға: «Әй Майсара, Мұхамбет бұрын жалғыз өзі жол жүріп көрмеген, түнде адасу әбден мүмкін. Оған мына атан түйені берме, оның түйесі айшылық алыс жолдардан Меккені қапысыз дәл табатын қасиетті нардың нағыз өзі еді. Одан айырылсақ, бүкіл керуен басынан айырылады. Одан басқа кез келген түйені мінгіз», деді Майсара. «Бұл Хадишаның тапсырмасы», деді. Әбу Жахыл амалсыз іштен тынды. Оның өзегін өртеп бара жатқан сәтті саудадан түскен қисапсыз мал-мүлк еді. Мұхамбеттің жеке басының амандығы оны түкке де қызықтырған жоқ. Ішінен Мұхамбет адасып өлсе де, қымбат түйе керуенді қайта айналып тапса жақсы болар еді деп уайымдап тұрды. Әбу Жахылдың оған өлім тілейтіндей де себебі бар. Өзі Мұхамбетпен тетелес өсті. Әкесі Хашим шалқыған бай болды. Оның үйінде иттің басына іркіт төгіліп жататын, байлықтың буымен басқаларды адам құрлы көрмейтін, көшеде тетелес балаларды қан қақсататын. Әлсіздерге тіптен күн жоқ. Бір күні өзінен кіші бір балаға зорлық қылып жатты. Мұны көрген Мұхамбет дереу араша түсті. Сол кезде Әбу Жахыл: «Әй жетім, жағаласпай әрі тұр», деп оны итеріп жіберді. Осылайша екеуінің арасында ерегіс басталды. Бой бермей жатқан Әбу Жахылды оң жамбасқа алды да атып ұрды. Гүрс етіп құлағанда демі үзіліп кете жаздады. Қайтадан Мұхамбетке беттеуге бата алмады. Әп-сәтте жыннан айырылған бақсыдай сүмірейді де қалды. Содан бастап көше балалары Мұхамбетті арқа тұтып емін еркін жүретін болды. Бірақ бұл жеңіліс Әбу Жахылдың көңіліне кетпес дық салды. Кейін олар ер жеткен соң Мұхамбет Әбу Жахилге талай рет жақсылық жасады. Ол балалық шақта болған барлық сотқарлық төбелесті тез ұмытып кетті. Ал Әбу Жахылдың бойы өссе де ойы өспеді. Сондықтан да оған кісіні кешіру, дос болу деген қасиет сол күйі жұқпады. Кісіні кешірмейтін осы ит мінезі өзінің басын ақыры жұтып тынды. Атақты Бадыр шайқасында Әбу Жахыл абыройсыз өлім құшты. Денесі жерленбей құдыққа тасталды. Мұхамбет жолға шықты. Ол керуенге жауапты болғандықтан көптен бері басқалар сияқты бел шешіп демалмаған еді. Содан қатты шаршап жолай көзі ілініп кетті. Оны өмір бақи ізінде аңдып жүрген ібіліс түйенің бойдасынан тартты да жарға қарай жетектей жөнелді. Атан түйе жар басынан құлауға шақ қалғанда Жебірейіл де көктен түсіп үлгерді. Ол ібілістің қақ басынан отты шынжырмен осып жіберді. Малғұның екі көзінен от жарқ етті де жар басынан жалп етіп өзі құлады. Жебірейіл түйені көтерген күйі қалықтап барып оны Хадишаның ауласына қалдырып кетті. Хадиша далада тұрған түйесін танып таң қалды. Үстінде Мұхамбет қаннен қаперсіз ұйықтап жатыр. Түйенің келген ізі байқалмады. Түйенің қомындағы дорбадан хатты білдірмей алды. Оны ашып оқыған сайын еркінен тыс оған деген ынтық сезім жүрегінде бір жарды. 62 тамырында адал махаббаттың ыстық қаны қайнап жатты. Мұхамбеттің Құдай назары түскен айрықша адам екенін Хадиша жазбай таныды. Бұрынғы көрген түсі есіне түсті. Құдайдан тілек тілеп: «Я Аллам, бар екенің рас болса, Мұхамбетті маған адал жар ете көр. Оның жолында құрбан болсам арманым жоқ. Оның ілімі жеңіске жеткенше, мен де оған таяныш болып, өлгенше қиындығына төзер едім», деп жалбарынды. Сол кезде Мұхамбет ұйқыдан оянып кетті. Хадишаға қарап еді, оның жүзі ғашықтықтан балбұл жайнап тұр екен. Мұхамбет те оның асау тайдай дүрсілдеп соққан жүрегінің дыбысын естіп тұрды. Оның жүрегінде Хадишаға деген іңкәр сезім оянды. Ол сапардың сәтті болған ерекше ілтипатпен айтып жеткізді. Түйені тапсырып, үйіне жаяу қайтты. Назарларыңызға көп рахмет. Оқыған Перизат Әділқызы Сияр Шәріп кітабынан. Алда қызықты әңгімелер күтіп тұр. Арнаны қолдап, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.